Сәлеметсіздер ме балақайлар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі өтетін оқу қызметіміз қоршаған ортамен танысу. Тақырыбымыз қазақ халқының мәдениеті деп аталады. Алдымен тапсырмаларды орындамас бұрын халқымыз туралы бірнеше мәлімет беріп кетейін. Балалар, қазақтар Қазақстан Республикасының негізгі тұрғындары. Біздің ата-бабаларымыз көшпенді халық болған. Қысы-жазы отыратын баспанасы киіз үй болған. Киіз үй халқымыздың атам заманынан бергі ең жақын серігі, асыл белгісі болып саналады. Киіз үй ауа райының қандай жағдайында да пайдалануға ыңғайлы, ішіне жарық жақсы түседі. Ауа алмасуы талапқа сай, жел дауылға шыдамды, төбесі күмбез тәрізді болып келгендіктен жаңбыр өтпейді. Жинап тігуге оңай. Балалар, ендеше мен сіздерге киіз үйдің негізгі қаңқасымен таныстырып өтейін. Біріншісі кереге, екіншісі уық, үшіншісі шаңырақ, төртіншісі есік. Көрдіңіздер ме балалар? Киіз үй көктем, жаз, күз және қыс мезгілдерінде де қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайына қолайлы құрама үй екен. Балалар, сонымен қатар қазақ халқы ерте кезден бастап мал бағып өсірумен шұғылданған екен. Сан ғасыр көшпенді дәуірде тұрмыс тіршілігі тікелей мал шаруашылығына байланысты өткен. Қазақ халқы төрт түліктің сыр-сипатын, қадір-қасиетін жете біліп, ерекше қастерлеген. Төрт түлікке балалар не жатады білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, төрт түлікке сиыр, қой, жылқы, түйе жатады екен. Қазақ халқы малды аса жоғары бағалаған. Әр жылдың ерекшелігіне қарай малды көбейте ұстауға жақсы жағдай жасаған екен. Сонымен қатар қазақ халқының музыкалық мәдениеті де жоғары болған екен. Қазақ халқының ұлттық аспаптарының көптеген түрлері бар. Жалпы қазақтың музыкалық аспаптарының саны өте көп. Олардың бірнеше түрлерін көрсетіп өтейін. Қазақтың ұлттық аспаптарының ішінде кең тарағаны домбыра, қобыз, саз-сырнай болып табылады. Домбыраны тіпті қазақтың өзімен салыстырады. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Себебі домбыраны тартып, оның даусын ұнатпайтын қазақ жоқ десе де болады. Балалар, қараңдаршы, қазақтың ұлттық киімдері де өте әдемі екен. Қазақтың ұлттық киімдері олар шапан, тақия, кимешек, сәукеле, мәсі және камзол. Көрдіңіздер ме балалар? Қазақтың ұлттық киімдері өте әдемі және басқа киімдерге қарағанда ерекше екен. Ендеше қазақтың ұлттық ыдыс-аяқтарының алуан түрлері екенін сендер білесіңдер ме? Кейбір түрлері қазіргі заманға дейін өз мәнін жоғалтқан жоқ. Қазақтың әдемі ұлттық ыдыс-аяқтарын атап берейін, естеріңізде сақтап алыңыздар. Көбі, ожау, астау, тостаған, зерен кеселер. Балалар, ата-бабаларымыз ерте кезден-ақ ұлт тұрмысында аз сақталатын ыдыстарға аса мән беретін болған. Олар ыдысты көбіне ағаштан, мал терісінен, металдан және саз-балшықтан жасаған екен. Міне балақайлар, бүгін сендер қазақ халқының біраз мәдениетімен танысып, мағлұмат алдыңдар деп ойлаймын. Балалар, сендерге үйге тапсырма жұмыс дәптерлеріне қазақтың тұрмыстық заты тостаған және ұлттық бас киімі тақияның суретін салып маған жібере қойыңыздар. Ал мен сендердің тапсырмаларыңды күтетін боламын. Осымен бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.